Сәлеметсіңдер ме балалар? Суреттер бойынша бүгінгі тақырыпты болжап көрейік. Мына суреттерден біз нені көріп отырмыз? Иә, балалар, мереке күндерін. 9 мамыр жеңіс күні. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесі, жаңа жыл мерекесі, 1 мамыр мерекесін көріп отыр екенбіз. Ал енді мына ортаңғы суретті қараңыздаршы. Нені байқаймыз? Қазақстан картасын түрлі ұлт өкілдері қол ұстасып қоршап тұр. Бұл нені білдіреді? Бұл, балалар, Қазақстан мемлекеті көп ұлтты мемлекет екенін білдіреді. Ал енді балалар, мына диаграмманы оқып, сұраққа жауап беріңіз. Қазақстанда қандай ұлт өкілдері тұрады? Иә, балалар, Қазақстанда өте көп ұлт өкілдері тұрады. Айтатын болсақ, орыс, кәріс, дүнген, неміс, ұйғыр, татар, Әзірбайжан, украин, өзбек, Қытай, одан да басқа да көптеген ұлт өкілдері тұрады екен, балалар. Сонымен, балалар, бүгінгі тақырыбымыз қалай деп ойлайсыздар? Бүгінгі тақырыбымыз, балалар, бірлігі жарасқан ел. Бүгінгі сабағымызда, балалар, тыңдаған мәтіннің негізгі мазмұнын түсініп, және нақты ақпаратты анықтаймыз. Берілген сұраққа дұрыс түсініп, лайықты жауап береміз. Шағын диалогқа қатысамыз. Бағалау критериялары мынадай. Мәтіннен негізгі мазмұнын түсінеді, нақты ақпараттарды анықтайды және шағын диалогқа түседі. Балалар, бүгінгі жаңа сабағымызда біз сіздерменен мынандай жаңа сөздермен танысамыз. Менімен бірге қайталап оқып отырыңыздар. Ұлт өкілі, представитель нации, бірлік, единство, ынтымақ, солидарность, тату тәтті, дружно, құшақ жая, гостеприимная, қарсы алу, встречать, бауырына басу, приучить. Бұл сөздерді балалар есімізге жақсылап сақтап алайық. Қазір тыңдалым дағдысында бізге керек. Мәтінді мұқият тыңдап, берілген тапсырманы орындаймыз. Қазақстан Республикасында 130-дан астам ұлттың өкілдері тұрады. Қазақстанда орыс, дүнген, неміс, татар, ұйғыр, кәріс, түрік, Қытай, өзбек, украин және тағы басқа ұлт өкілдері тату тәтті өмір сүріп жатыр. Қазақ халқы елімізде тұрып жатқан 100-ден астам ұлт өкілдерін құшақ жая қарсы алады. Олардың қазақ жеріне қоныстанып, өмір сүруіне жағдай жасады. Қазақстан түрлі ұлт өкілдерінің басын қосқан ұлы мекен. Қазақ халқы тарихтың түрлі кезеңдерінде өзге ұлт өкілдерін ерекше ықыласпен бауырына басты. Олардың салт дәстүрлері, тілі мен мәдениеті жоғалмас үшін қолайлы жағдай жасады. Соның нәтижесінде ұлан байтақ қазақ жерінде барлық ұлт өкілдері бір атаның балаларындай ынтымақтастықта өмір сүріп келеді. Қазақстан бүгінде ұлттар мен ұлыстар мекендеген достық пен туысқандықтың, ынтымақ пен ырыстың ордасына айналды. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жаңа әлемдегі жаңа Қазақстанның бейбітшілік мекені болуы керектігін міндет етіп қойды. Енді балалар, мәтін бойынша
Мынандай тапсырма. Бірінші тапсырма сәйкестендіру әдісі арқылы мәтін мазмұны бойынша сөз тіркестерінің, сөйлемдердің жалғасын тауып, сәйкестендіреміз. Екінші тапсырма домино әдісі арқылы мәтін мазмұны бойынша берілген сөйлемдерді нөмірлеп шығыңыздар. Мен әр абзацтан 3 сөйлем алдым. Сол қай абзацқа тиесілі, соны нөмірлеңіздер. Дескрипторға қарап отырамыз, балалар. Үшінші тапсырма мәтін желісі бойынша 4-5 сұрақ құрастырыңыздар. Сұрақтарды рет-ретімен дәптерге жазамыз. Дескрипторға назар аударамыз, балалар. Бұлардың бәрін тапсырманы орындағаннан кейін, балалар, үшінші тапсырманы маған жеке-жеке жіберіңіздер. Балалар, бүгінгі сабақта біз не білдік? Сен нені білетін едіңіздер? Нені білгілеріңіз келеді? Білемін, бұрыннан қандай сөздер сіздерге таныс? Не білетін едіңіздер Қазақстан туралы? Бүгінгі сабақта нені білдіңіздер? Қандай жаңа сөздер білдіңіздер? Нені түсіндіңіздер? Екінші бағанға жазыңыздар. Ал нені білгілеріңіз келеді? Оны үшінші бағанға жазыңыздар. Үйге тапсырма. Қазақстан көп ұлтты мемлекет тақырыбында шағын әңгіме құрастырыңыздар.